Сәлем достар, сіздермен бірге Меруерт. Кешкі асқа не дайындарыңызды білмей, және оны түрлендіргіңіз келіп жүрсе, онда осы тағамды дайындап көріңіз. Сіздерге қажет болатын заттарды описание бөліміне жазып қойдым. Бізге нанның жартысы қажет болады. Жарты нанның ішін осылай кесіп алып, ыдысқа салып, оны қолымызбен майдалаймыз. Кейін осы майдаланған нанды жібіту үшін үстіне аздап су құямыз. Құйған суды қолымызбен барлық жеріне жеткіземіз. Су тек қана нанды жібіту үшін. Нан жібіген соң нанды сығып аламыз. Сығылған суды төгіп тастаймыз. Әйтпесе фрикадельки жасап домалақтағанда жабыспай қалуы мүмкін. Мен жуана теркадан өткізіп, тарелканы уклонмен қойдым, суы бөлек шығуы үшін. Кейін суын төгіп тастап, осы пияздың үстіне чесноктарды, яғни сарымсақтарды теркадан өткіземіз. Теркадан өткізіп болған соң столдың үстіне керекті заттарды дайындап аламыз. Балықтың фаршы, дәмдеуіштер, яғни приправа, менің қолданғандарым кинза, қара бұрыш, паприка, қызыл бұрыш және тұз. Суға жібітілген нан, жуылған күріш, теркадан өткізілген пияз бен чеснок және бір жұмыртқа керек болады. Айтылған заттардың бәрін фарштың үстіне салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Дайын болған фарштың консистенциясы міне осындай болады, суы ылғалдылығы аз болады. Енді бұл фарштан барлығын бірдей етіп, домалақтап, фрикадельки жасаймыз. Фрикаделькиларды қазанға салып, оларды қызарғанша қуырамыз. Қатты қызартып қуырып алыңыздар, себебі бұны кейін картоппен пісірген кезде езіліп кетпеуіне жақсы әсерін тигізеді. Өзіңізге қажетті көлемдегі картопты ірі бөліктерге бөліп тураймыз. Жуамен болгар бұрышында турап дайындап қоямыз. Картошкаларды қызып тұрған майда сырты қызарғанша қуырып аламыз. Турап дайындап қойған заттарымызды қызып тұрған майға салып, оларды да қуырамыз. Ұнатқаныңызға қарай жұқалап сәбіз турап жіберсеңіз де болады. Қазанға бір ас қасық томат пастасын салып, тағы да әрі қарай қуырамыз. Кейін картошкаңыздың көлеміне қарай суын құямыз. Қазанды қайнатып, тұзын саламыз. Қайнап тұрған қазанға ең алдымен картошкаларды, одан кейін үстіне фрикаделькиларды саламыз. Кейін қазанның қақпағын жауып, 30-40 минут бұқтырамыз. Фрикаделькиларыңыз жақсылап қуырылған болса, оларды салып жатырған кезде езілмейді. Бұл тағамның дәмі де, өзі де ерекше. Пісіріп көруге кеңес беремін. Подписаться батырмасын басып, маған лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге тағы да ас болсын.